Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін 6-шы сынып қазақ тілі сабағы. Номер 1 онлайн қашықтан оқыту сабағы. 9-шы бөлім әлемдегі ірі кітапханалар. Сабақтың тақырыбы ең алғашқы кітапхана. Үстеудің емлесі. Сабаққа негізделген оқу мақсаты. Мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау. Сабақтың мақсаты берілген материалдар негізінде ойды тұжырымдап, жүйелеп, жинақы мәтіндер жаза алады. Емле ережелеріне сай қателерді түзете алады. Үстеудің мағыналық түрлерін ажыратып, емле біледі. Үстеулердің емлесі. Бірге жазылатын үстеулер. Негізгі туынды үстеулер көбінесе айтылу бойынша жазылады. Бірқыдыру, таңертең, кешке, жоғары, төмен, әрі, бері. Бірігу арқылы жасалған күрделі үстеулер көбінесе сыңарларының дыбысталуы бойынша жазылады. Ендігі әрі, бүгін, қыстыгүні. Әлдегімше, бірқыдыру сияқты сөздер түбірін сақтап жазылады. Бөлек жазылатын үстеулер. Тіркесу арқылы жасалған күрделі үстеулердің әр сыңары бөлек жазылады. Күні бойы, ала жаздай, кей күндері. Дефис арқылы жазылатын үстеулер. Сөздердің қайталануынан, қосарлануынан жасалған үстеулер дефис арқылы жазылады. Тез-тез, әрі-бері, жоғары төмен, күні түні. Балалар, енді 5-ші тапсырманы орындайық. Үстеулердің мағыналық түрлерін еске түсіре отырып, берілген үстеулердің жасалу жолын көрсетіңіздер. Балалар, 5-ші тапсырманы дәптерлеріңе орындап болсаңыздар, енді 6-шы тапсырмаға көшейік. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Әлемдегі алғашқы кітапхана 8000 жыл бұрын пайда болған. Ежелгі Месопотамия тұрғындары жіңішке сына деп аталатын таяқшалар арқылы тақтайларға балшықпен жазған. Осы тәсілмен сына жазуы танымал бола бастаған. Кітапхана тарихының алғашқы беті осы кезден басталады. Ежелгі римдіктер өзгеше үлгіде кітапхана салуды ойластырады. Юлий Цезарь кітапхана жобасын өзі жасаған. 4-ші ғасырда Римде 28-ге жуық кітапхана бой көтерген. Ағылшындық саясаткерлер 19-шы ғасырдың басында халықты еркін түрде кітапханаға шақырған. 1850 жылдың соңында ағылшын парламенті көпшілікке арналған кітапханалардың бой көтеріп, халықтың қолдануына рұқсат берген. Енді сендерге сұрақтар қоямын. Сол сұрақтың жауаптарын дәптерлеріңе жазыңдар. Ақтау қаласында орналасқан қандай кітапханаларды білесіңдер? Үйде отбасылық кітапханаларың бар ма? Соңғы оқыған кітабыңның аты. 7-ші тапсырма. Сөйлемдерде кездесетін қателерді түзетіп жазыңдар. Дескриптор. Сөйлемдердің мағынасын ұғады, орфографиялық қателерді түзетеді. Тапсырма. Негізгі және туынды үстеулерді қатыстыра отырып, 4 сөйлем құрастыру. Сабақ бойынша рефлексия. Менің сабақтан кейінгі әсерім парақшасын толтырыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.